Кім білмейді, бұл Абибас не ғой, КВН тобы. Сол әңгіме кепті. Ал кеттік, тамашалаймыз. Достоевский деген поэт бар ғой, соның үйінде бұхат еткен. Короче, 2000 енді бұрында ол. Достоевский неме шығар? Жоқ, Достоевский емес. Короче, 2014-те Достоевскийдің Семейде музейі бар ғой, Акиматтың қасында. Сонда охранник болып жұмыс істегем. Сонда охранник болып оның үйі музей болып кетті. Иә, үйі музей болып кетті, и сонда охранник болып жұмыс істедім. Қасымда бір напарник болады, орыс, енді шалдау. Сөйтіп, короче, дос балалар келіп жүретін енді түнде, чтобы ішіп пыспас үшін қасыма. Сөйтіп бір күн дос балам жұмысқа қазір қайдасың дейді. Осылай жұмыста қазір келемін дейді. Келген қолына, в общем, енді жас кезде қандай, пробовать еткен кезде пиво алып келеді, в общем. Сөйтіп мен айтамын, бәсін, жынды екенсің ғой, ажигалка емес. Үй, смело деп, короче, кірді. Сосын андай бір өзі бөлік бар, и мына жақта Достоевскийдің кәдімгі үйі бар бөлік, и достроенный мен отыратын жерім. Саған отдельно салып берген. Иә. Мен отыру үшін. Өлең үшін деп. Ана үлкен кісі, андай ғой, короче, бауырым сен жассың ғой, мен демала берейін дейді де, жата береді, короче, ұйықтап, мен бодыр жүрем. Сөйтіп анау оян кетпесін дейміз де. Достоевскийдің кәдімгі үйіне кіреміз. Ескі, орындықтар, диван бәрі бар. Сонда бастап, ақырын ішіп отырмыз. Уже, нормально кетіп қаламыз. Бір уақытта шабыт келе бастады. Жоқ, и ойлашы, Достоевскийдің үйінде екеуміз бәрі что-то класстастар жиналмай кетті деген әңгіме айтып отырмыз. Короче, Достоевскийдің өзі енді ешқашан ойламаған шығар. То, что сондай болатын. Бір охранник келіп, шет деп па? Иә. Сөйтіп отырмыз, и бір уақытта анау, короче, қасымдағы охранник оянады. Енді қарайды, жоқ, мен іздеген ғой, и дыбыстар шығып отыр ар жақтан. Сөйтіп түсінбей келеді де, ол, короче, паниковать етеді. Сен мына жерде не ішіп отырсың? Камера жоқ па, кстати, музейде? Жоқ, камера бар, бірақ енді андай, типа, қарамайды. Достоевский. Ол бірден камераны алып қарамайды ғой. Бірден болып жатса, бірден жоғалса қарайды. ЧП болса ғана қарайды. ЧП болса қарайды. Мен типа рисковать етпен, ештеңе болмайтын шығар деп отырғанмын. Сөйтіп анау охранник келді, кипшавать етеді, в общем, сен не істеп отырсың, анау. Мен айтамын, бастықтар көрмейді, уайымдама, нормально деп. Ой, бұл бастықтар емес, сен Достоевскийдің үйінде бірдеңе деп, бұл жер қандай тарихи жер анау деп бастады. Сөйтіп анау қасымдағы досым сөйлесіп, жарты сағаттан үшеуміз бірге ішіп отырдық. Үшеуміз бірге ішіп, күшті болып, есікті құлттап, спокойно бір отырғанымыз бар. Ештеңе сынған жоқ. Ештеңе сынған жоқ. Сондықтан енді бүйтіп балаларға приколстап айтамын ғой, Достоевскийдің үйінде пиво ішкем десем, ешкім сенбейді. Соны осындай методпен осындай. Егер де Достоевский мұражайының бастықтары отырса, архивті қараңыздар, 2014 жылға запись шығарып. Камерада ұстап екпесін. Кейін бір стакан жоғалса сол күні ғой. Ала бер. Былай қарасаң тарихи Бұқалова болды. Есте қалатын. Тарихи күндер, тарихи жерде. Менде де бір оқиға бар. Көбісі ойлайды ғой, охранниктер көбісі шет деп сондай не бар ғой. И охранниктер көбісі андай пенсияға шыққан кісілер бар, сондайлар жұмыс істейді ғой, үлкен кісілер. Үйде отырмас үшін. Иә, и көбісі енді барып жұмыста үйде көп іше қоймайды ғой, жұмысқа алып жүреді. Көп іше қоймайды. Басына оқиға екен, охранникпен жұмыс істеген өз ауыл жағында. И бір ғана мен сменде үш адам болып түсіп қаламыз бірге. Сол шақ адам болды сәтіне күніне. Сен қай жерде, қандай ғимаратта охранник болдың? Әте өлім ба? Мейлі. Қазір бір неде... Жоқ, бұлай атын айтпай қой, примерно біз түсінетіндей. Машина салон бар ғой? Машина салон. Машина салон. Бір автосалонда айта берейін ба? Қойшыма ештеңе болмай ма? Машина ғой. Қазір екі пост болады, екі адам бер жағында, бір адам ар жағында болады. Просто екі адам бар, екеуі де, короче, шет. И бір жұмыс уақыты бітеді, кешкі сағат 6-та барлығын тапсырамыз, кетеді, есікті құлттап аламыз. И бір кісі, жаңағы кісі ішеді ғой, екі кісі екеуі.
Бағана кісі деп өте берейін енді. Жақсы уже көтеріп қойған, уже ақырындап звондап үйіндегі қызына звондайды ғой, мұны айтады ғой, сендер мені түсінбейсіңдер, мен осындай мұным бар, ренжісім бар деп. Бір уақытта екі кісі ішіп жатады, мен енді сыртта жүремін ғой енді, обходта дейді. Бір кезде бір адамдар келіп жатады ғой, келіп есікті аш дейді ғой. Мен айтамын, ашуға болмайды енді, сағат уже жұмыс уақыты бітті десек, бағана кісінің қыздары келіп тұр екен ғой. Семьясы келіп тұр. Иә. Звондағаннан кейін. Жұмысына. Ренжіп звондағаннан кейін. Менің әкем осындай кісі еді, сендер бүйтіңдер, сөйтіңдер деп. Соны айтамын, кіруге болмайды енді деп жатса айтады. Сендер ішпейтін адамды іштіртіп жатсыңдар деп отыр ғой. Деп айтады да енді. Мен айтамын, кіруге болмайды, қазір бастықтар сөйлейді, камера бар десем, саған не жоқ, жас болып деп маған ілдеді ғой. Сен ішіп алғансың деп ойлап тұр ма? Сөзіңе. Дауысына. Сендер менің әкемді осылай құртқан деп хайбай болып ана жерде кіргізбеске болған жоқ. Бұлай да бұлай не істеп кірді, одан кейін шум болды, бастықтарға звондап жұмысқа шығарыңыз деп. Мен түсінбейді аналар. Бір кезде кісінің несі бар екен, несі күйеу баласы. Күйеу баласы аға осындай видеоларымды көрсеттім, мен осындай команда ойнаймын, образым осындай деп. Мен осылай сөйлейін деп. Образ дейді неге шынайы осылай ғой. Өмірім осындай десе. Сөйтіп түсіндіріп бір әрендеп сондай бір оқиға болған қызық осыдан. Сен шет деп ойлап қалған ба сонда? Бәрі ойлайды ғой. Ішпейсің ғой да? Не істеп отырсың әлі? Не дейді? Басқа нәрсе қызық па? Істеп отырсың ба? Бәрі істеп отырсың ба? 2 айға қасыңда жоқ, қалай істей тұр? Жоқ, жалпы айтамын. Сөйтіп түсіндіріп жұмыста қалдық сонымен. Бірақ сол қатты ана кісі шығарған жоқ па? Ол кісі бе шығып кетті одан кейін. Қасы жоқ, ана кісі емес. Ішкен кісі бар ғой. Басқа сол кісі шығып кетті. Ана кісі қалды. Өйткені оған кішкене доверенность бар еді. Андай кісі деп санаған ғой жұмыстың бастықтары. Ішпейтін адамды деп. Соны бірақ ойлауы дұрыс қой енді ана қызың. Бірақ одан кейін де олай тоқтаған жоқ. Ондай оқиғалар одан кейін болды. Бірақ ол кезде есік ашуға мен барған жоқпын уже. Дік. Бәрі нормально. Жоқ, сонда ана бастықтардың жұмыста ішуді нормально деп санап тұр ма? Жоқ, білмейді ғой. Вот именно жұмыс тапсырады ғой алттан кейін. Ол ешкім келмейді тексерді. Кипіш бол депсің ғой бастыққа. Бастықтардың сонда сен ана жақта ішіп жатқанын білген жоқ па таки? Жоқ, звондаған жоқ қой. Өйткені мен айтып тұрмын осыны ана кісі шыққан жоқ. Бірақ ана кісіні жайдарман ойнаған аман алып қалып тұр ғой да? Иә, тағы да бір не бар. Бастықтар охрананың өз нелері бар ғой, бастықтар бар, начальство бізге зарплата беретін. Ол кісілер жайдарман көреді, біледі мен не екенімді. Мені сөйтіп андай жайдарманға басқа ойындарға жіберіп сөйтіп жетістік қой жайдарман арқылы охранник болған. Сондай оқиға болған. Жайдарман ойнаған жақсы, неге зато охранник болған кезде құттықтар. Видеосы болмаса кіретін еді қораға. Мен айтайын бен, сондай кезде. Мына жерде түйін айтайық, ішпеңдер. Жұмыста ішпеңдер. Жұмыста емес, вообще ішпеңдер. Жұмыста ішпеңдер деп екеумізге де айтуға келеді екен. Екі оқиғаны бір түйінмен қалай жауып тұрмыз? Федор Достоевскийдің үйінде же. Ол да ұқсас. Федор Достоевский тоже машина ғой, по сути. Поэт. Ақындық нең ашылған жоқ па, ішіп отырып? Жоқ. Любовь моя. Атмосфера мощь болды. Өзіңізде қандай оқиғалар болды басыңызда? Мен бір жылдары саудамен айналысамын деп жаңалық аштым. Бір саудада береке бар деген сөз бар ғой. Бірақ ол когда как екен негізі. Не сатам деп шештің? Сол мен Бектас деген дос балам бірге оққан жоғалып кетті бір жылдары. Сосын қайтып келді. Андай өзгеріс байқалды. Сана, түп сана деген әңгімелер бар ғой. Аффирмация. Адам өз-өзін емдей алады дейтін адамдар. Сондай болып кетті қазір өзіміз. Сосын сол жылдары жазғы күні Оралға кондиционер келіп жатыр мынандай. Осындай бір бөлмеге арналған дейді жарнамасында
ананы қоссаң Антарктида болады деген сияқты жетіп тұр, болды даму керек, ауырып қаласың деген. Сосын Бектас маған айтты, мен сондаймен айналысып жатырмын, 8.000-ға алып қал дейді. Телевизордан 20.000-нан сатып жатыр Оралда. 8.000-ға алып қал, мен ағам бар Китайдан алып келді. Не деген кондиционер ол арзан? Соның бағасына қарамай тұрмын ғой. 8.000-ға 12 штук алдым. И біреуін тексердім тек. Ең тексеретіні арамдық па білмеймін, ұшында тұрған болып тұр ғой, ең идеальный. Істейді бәрі нормально, сосын кішкентай шетінен су құю керексің. Су шешіп тұрады, қылдырып. Су арқылы сол судың итере ма, салқын қылып сол. В общем, USB істейді, бәрі істейді, сосын машинаға қолдану болады, USB тығып, через, кажется, сондай болады ғой. Кондиционер жоқ. Ішінде не бар? Микроволновка болады. Милсвет болуға, в общем, сол кондиционер. Айдауға болады. Маған солай жетті. В принципе, анау машинада болады. Құда бала болуға болады деді анаған. Үйленсең дос балаң осы болады деді кондиционер. Сосын мәден еще үш несі бар режимі. Салқын, сосын салқыннан қатты өте салқын. Үш басасын Туберкулез дейтін бар. өмірден өту деген басасын салондар ғой. Режим Сабзиро деген кезде Сабзиро шығады өзі суыт береді. Үшті сары, розовый, жасыл. Ана жасылға қойсаң болды, біздің Орал. Тоңып қалу мүмкін. Басып жүрмейді ғой. Соның бәрі, не бәрі 8.000-ға десе? Соның бәрі 8.000-ға құда бола ойын деп тұр ғой. Мен неге оның 1 штугын алам дедім. Дос балдарым көмеді зато. 12 штугын бер дедім. Үйдегілерден ақша шаптым, 70-80 мың ақша кетті. Сосын, енді историяға, статусқа салам, ағайын. Сол саудадан кейін жек көрінішті адам болдым Оралда. Прикинь, ана көк түсті коробкасы әлі есімде бар. Мен, оказывается, маған бергені ғана жақсы болған. Бір ағайға барам, короче, заказ алам дейді, 12 мың сатайын деп тұрмын, 4 мың жасайын өзімше деп есептеп жатырмын. Ананың USB қатын жерімде сымдары осындай болады ғой, сосын ана USB келетпейді. Мен тексерген сол болды. Қалғаның бәрі бейт, умаждалып жатыр ғой, бейт, прикинь. Брак. 12 брак. Прикинь, бейт, келмейді. Сосын ана үш режимі ауыстырасың осылай, жайына қойсаң, дейді. Сосын қатылауына қойсаң, өте Орал салқындайды дегенге қоясың ғой, өлім аузында қаласың дегенге. Сөйтіп прикинь, дым өзгермейді, тек розовый сары соған алданасың. Прикинь, 11 штук. Сосын Атыраудан заказ ете ойлаш. Қосасың ғой, комната сәл ыстық боласың. Боланады оқытпай. Шешінесің наоборот анады. Атыраудан заказ ете ғой. Бір кісі таксиді салып ішті. Таксиге барады, айтады, 12 күнге бежіп жатыр. Таксист ананы білмейді, атыраулыққа жан ашып тұр, алданып тұрған көзбен өзгеріп тұр ғой. Менен алады. Бауырым, аферист сияқты мынау бала дейтін. Мынау істеп тұрған жоқ, мынау бауырым дейді. Соң анау алып кетті. Сосын ана жақта Бектас та алданып қалған ол да. Ол мені алдамаған, ол да білмеген. Оған адамдар издеваться еткен ғой. Бір 4 балаға барған, машинаға аламыз деген ғой. Осы Бектас. Не, құтылып тағанда олар бізбен жүреді бірге. Асқар мен ережеп қой. Шыбынға айналып қа. Артқа қарай кетті. Сәлден кейін балдыр болады десе. Қайттан келді. Сосын ана Бектасқа адамдар издеваться еткен ғой. 4 балаға барған, машинаның ішінде отыр дейді, кондиционер машина. Сосын бит ысырып тұр, көріп тұр дейді, бит айтады дейді, бауырым, әрі аласың ба, салқын тек қалды. Сосын сол өтпей қалды, бірақ Бектас сынған жоқ. Тендермен айналысты. Бір күні маған звондайды, Ақтөбе барып кету керек. Ал барып кетейік. Бірақ біздің ағайын туысқа қонамыз дейді. Үйге пока ақша аз бар. Сосын барып мен ұялып, машинада онай іштеймін. Таңертең 11-лерде оянам, кетіп отыр. Сосын бір жерге тоқтатты, ұйықтай бердім. Бектас шығып кетті. Тендерден отқан заттарын апарайын деп жатыр. Бүйтіп басымда алып қарасам, Ақтөбенің бөлмесінің ішінде тұрмын ғой, прикинь. Соған ручка тұлып алған ғой Оралда. Қағаз, Констовар ғой? Констовар апарып тұр, прикинь.
бүйтіп ағайлар жоқ еді, бір медиаға қайтып ұйықтай бердім қорыққаннан. Сосын ол история бітті, Бектас сөйтіп жүріп тендерында біреумен танысады, сосын ол жігіт біреуге ұстаздық етеді. Ол жаңағы ең бірінші тендерінде ана жігіт не ұтып алады деші, бірінші тендерға қатысқан адам. Шымкенттің зоопаркіне бегім ұтып алған ғой. Нечайно қатысып, бірінші ең тендердің бегім ұтып алған. Шымкентке бегемота барып беру керек. Москвадан тапқан, апарып берген, үстіне 300 мың көрген ғой. Бегемот ұтып алып деген шошып кеттім. Бегемот ұтып алып оламын не? Сондай история. Базар жоқ. Бұдан шығатын дейін тендерді біліп айналысыңдар тендермен. Вообще жоламады еш тендерға. Түйін ішіне әкелген жоқпыз дәурен. Түйіндер көп. Әркім өз саласымен айналсын дейді. Әркім өзінің білетін нәрсесімен айналысқан дұрыс қой. Сол кезде Қазақстан дамиды. Сөз бегемот ұтып алған. Мен айтайын ба? Екеуміз әңгіме айтып қайтады. Сосын мен 9 жаста Өскеменге көшіп кеттік қой біз семьямен. Өскемен қаласына по семейным обстоятельствам көшіп кеттік. Мама, братишка үшеуміз Өскеменде тұрып отырмыз. И кішкентай кезің ба? 9 класс. Достоевский дейін бе? Достоевский ол кейін ғой. Оған дейін Өскеменде оқып отырмыз. И Өскеменде мен қатты ішім пысып жүр, ешкім танымаймын. Еще ол кезде кішкене ол жақта қазақтар аз, көбінесе орыстанған жер ғой. Бұрында тем более. Иә, бұрында мен андай қайда келдім деп бір серый өмірге түсіп кеткен сияқты болдым да. Сөйтіп өзімді алдау керек. КВН-ға қатысайын десем, КВН-ға не жоқ? Лига ма? Команда жоқ. Біздің мектептен команда жоқ. Жарайды деймін деп футболға қатысам деп футболға барған кезде, футболға барғанда бір КВН-шіктермен таныстым ғой. Сөйтіп солармен бірігіп КВН ойнайын деймін. Короче, айтады, бізге кел ойна, бізде команда бар. Все деймін де, көп шуткалар жазып апарам. Сөйтіп жетекшілер бар, директор, Өскемен КВН филиалының директор, сол кезде Талғат деген кісі ғой. Сол айтады, сен шуткалардың керегі жоқ, бізде бәрі дайын, мен айтқан нәрсе ойнайсың. Болды деп ойнаймыз, бірінші орын алып кетеміз. Вообще манарда кәдімгі мықты командалар келіп отыр ғой. Семейдің сборные негізі мықты болды ғой кезде. Очень мощный командалар келіп отыр, біз алып кетеміз бірінші орын. Өйткені ол жаза ма, сол үшін ба білмеймін. Еще сол кезде солардың оқып отқан мектебінің директоры қайтыс болды да, кодада соны айтып жылатып кетеміз ғой залды. Сөйтіп біз жылатып кетеміз, еще үшінші ма шығамыз. Зал жылап жатыр. Бізден кейін ешқай команда күлмейді. Сөйтеміз ұтамыз. Ұтқаннан кейін бір кубок, грамота и магнитофон береді. Сөйтіп бір бала тұрды, мен кубокты алып кетейінші, үйіме көрсетемін дейді. Екінші тұрды, мен диплом алып кетемін, үйіме көрсетемін. И мен де андай, короче, жадность қосылып кетті. Мен магнитофон алып кетейінші, үйге көрсетемін дейді. Неге дейді? Көрсетемін, алып келемін. Жарайды, байқа бірақ дейді. Все деп магнитофонмен үйге қайтып барсын, жаяу. Қыста енді, қараңғыда қайтып бара жатырмын. Ол кезде басқа ұлттар көп қой, жаңа Өскеменде айтқан. И бір азербайжанец па, чеченец па шығады да. Короче, салам алейкум, анадағын бер дейді ғой маған. Соны мен айтамын, мен бере алмаймын, менікі емес деймін, орысша. Сөйтіп пышақты алып шығады қорқыты. Бере сал, пасуы, нормально дейді. Ауыстырайық десе, прикинь. Пышақты деп өзіне тағалсын. сөйтіп алып алады да, сосын ё-моё деймін де, жарайды деп берем, қорқып. Сөйтем де, үйге кетемін де, отырмын. Сосын жарқындар звондайды жаңағы командаластар. Магнитофон сұрап жатыр, қайда деп. Айтам, короче, магнитофон тартып алды ғой менен деймін ғой. Яғни қумашы, короче, сенбейді. Сосын Талғат аға звондайды. Мен айтам, тоже түсіндірем. Осылай тартып алды менен жолда пышақпен анау десем. Тоже сенбейді, қумашы дейді, короче. Сосын, ладно, енді сенбесеңдер дедім де, просто жоқ болып кеттім. Андай. Потерялся. Андай телефондарға білесің ба, бүйтіп алып сап бүйтіп қойсаң, келмейді звонок. Блок сол кездегі. Сөйтіп заблокировать етіп тастадым. Албаты звондамайды, короче. Примерно кешке звондайды да, кешке жақын бүйтіп өтірік. Сәл көтеріп кетесің. Суырып кетемін, бірден істеймін, чтобы мамаға айтпас үшін. Сөйтіп қатты, в общем, неге қайтқым келіп жүр ғой. Семейге қатты қайтқым келіп жүр. В общем, нереально сағынып жүрмін да. И
короче мамкаға барайыншы десем, жоқ ей болды осында үйрен, болды осында тұрамыз дейді. И нетем, короче арбузға ма істеп жүремін жазда 9 бітіргеннен кейін. Арбуз сататын жерде. Көмектесіп көтеріп, сол жерден тапқан ақшалары, тапқан ақшаны бүйтіп мамкаға беріп отырмын ғой енді. Бүйтіп мамка шкатулкаға жинап жүреді оны. Сөйтіп түнде, короче, қашам деп шешем ғой семейге. Қашам деп шешем. Бірақ ол кезде, то есть, ол ақша түспей тұрып, мен қазір жаяу шығып кетсем қалай болады деп ойланам. Сосын ойланам, типа, 1 километрді мен, типа, 10 минутта жүрем. Егер 200 километрді 10 минуттан санасам, короче, гонево 2 күн. Миымда. Семейге жаяу шықпақсың, Өскеменге. Типа, елестетеді, шиголым ғой. Қыста еще. Жоқ, жаз. 9 бітіргеннен кейін жүрмін ғой жазда. Менің кондиционер. Жоқ, сен қара, сені қыста гопотетке тартып алды ғой сені. Ал. А? Неге? Мен видео түсіріп жатырмын. Гопотетке мен вообще, то есть, ол Өскемендегі немді айтып отқам ғой. Вообще ситуация маған қиын болып жатыр, в общем. А сен ана балалар такие отстали? Мен просто жоғалып кеттім. Олар басқа мектеп қой, мен мектебімде команда жоқ, мен просто жоқ болып кеттім. И мен, короче, андай бір дұрыс дос тапқан жоқпын, қиын болып отыр да. Семейді сағынып жүрмін ғой, любой нәрсе, короче, семейге қайтып келіп тұрады, любой момент. И сөйтем де, короче, мен қашам деп шешем де, 2000 теңгені аламын ана жерден, шкатулкадан. И мамаға таңғы 4-те записка тастап кетем. Сен бүкіл оқиғаларың 2000 теңгеге по идее. Сөйтіп, нетем, мама, короче, маған ренжімеңіз, 2000 теңгені алдым. Мен семейде тұрамын по-любому. Мен мына жақта тұра алмаймын, ренжімеңіз деген записканы тастаймын. И 4-те ақырын үйден шығып кетемін, короче. Сөйтіп, ана бір вокзал бар, алыста автобус жүреді сол жақтан. Арзан 700 теңгеге жетіп аласыз семейге. Сөйтіп, сол жерге 2 сағаттай жаяу жүріп, 7-тегі неге отырып кетемін. Ё-мо, билет алып кірем отырып кеттім. Иә, сол жерден 700 теңгеге билет алдым да семейге отырып кеттім. 2 сағат қой, 200 километр. Семейге шығып кетемін. И туысқандар ертіне барамын деп, бір жақсы араласып жүрген туысқандар бар, солар ертінде тұрамын деп примерно ойланып келе жатырмын. Сөйтіп барамын да, түсіп, короче, ана мен тұрып жатқан үйді, біз семейдегі үйімізді арендаға беріп қойғанбыз ғой квартиранттарға. И мен ана, короче, үйді сағынамын андай. Сондай қиялданып жүрген кез ғой. Сөйтіп, короче, үйді сағынғаннан ана үйге барамын ғой өзім. Өз үйіме барамын да, тоқылдатамын, короче. И квартиранттар ашады. А квартиранттар мені танымайды. Мамка мен сөйлескен ғой. Квартира ашады, и мен тұрамын да. Үйді көру үшін ғой, не болып жатыр іште. Бүйтіп қарайды да, елдар бар ма үйде деймін. Жо-жо олар көшіп кеткен дейді. Деймін да, бүйтіп жан жақты үйді қарап аламын, короче. Типа, кішкене сағынышты басып алып. Сөйтіп содан кейін барып туысқандардың тұрдым. И мамка потом мен үшін, короче, көшіп келді, все-таки. А сен қалай тапты вообще? Кім? Мама ма? Иә. Хатты оқыды ғой явно. Хатты оқыды ғой явно. И ол мен автоматически біледі ғой, қай туысқаныма бірінші баратынымды, в принципе. Таяқ жедің ба? Жоқ, ол андай енді ол кезде уже түсінді. То есть, да. Насколько сен сағынғаныңды ма? Иә, содан кейін жарайды, тұрайық семейде деді ғой. Сөйтіп семейде тұрдық. Содан бері әйтпесе мен Ускаманский болып кетуіме чуть-чуть қалды. Қазір Өскемен лигасының атынан шығушы едім. Чемпион болды. Элемент Өскемен. Может, Шалқармен ойнаушы едім. Онда қандай ақындар бар Өскеменде? орыс музейі бар. Сергей Лазарев. Лазарев емес, Зверев екен. Ой, кім? Сергей Зверев, одан кейін Барри Алибасов шыққан Өскеменде, по-моему. Лера Кудрявцева шыққан орыстардан. Чеботков шыққан. Чеботков шыққан. В общем, 2000 где-то бар ғой. 2000 емес, где-то 98-99 жылдар мен где-то ондамын, ағам 11-12-де, короче. Мен где-то 9-10-дамын, братан 11-12-де. Точно білмеймін. Ол кезде андай игровой клуб деп аталады. Қазір компьютерный клуб, PlayStation клуб деп аталады. Ол кезде игровой клуб деп аталады. Ол жерде Сегалар тұрады. Сеганы білесіңдер ғой, иә? Сега. Білмеймін, біз жоқпыз ғой. Әлі ойнайды. Короче, Сега тұрады, где-то бір 6-7 штук өйткені арзан ғой. И 2 Sony PlayStation 2 тұрады, короче. Ол қымбат, короче. Сол кезде Сега ойнасаң, сағаты 1 минуты 1 теңге. 1 сағат ойнайсың 60 теңге. Ал PlayStation 100 теңге сағаты, короче.
ананы ойнаған кезде дерзкий ойында уличный боец дейтін бар, Taken 3 бар. Ойнаған кезде ана джойстиктары вибрация береді, басқа эффект, графикасы дерзкий прям ол кезде. Қазір қарасаң, не графика дейсің ғой ана. Бірақ на тот момент страшно болады бәрі. Мен түсініп тұрмын, мен FIFA 98 ойнағам. Содан кейін түсініп тұрмын. Иә. И сенде қолыңа 50 теңге түссе, сенде таңдау тұрады, короче. 1 сағат Mortal Kombat ойнау ма? Онша емес графикамен. Или 20 минут Sony ойнау ма дейтін ғой, короче. 100 теңге түссе уже Sony ойнайсың. Сөйтіп, кетші, пожалуйста. Жарайды. Сөйтіп, бізге үйге қонақтар келеді. Біздің үйдің жанында Пифагор дейтін игровой клуб болатын. Емеде 7-8 кварталда. Сөйтіп, үйге қонақтар келді де, бізге 100 теңге береді, короче. Қонақтар келген кезде сатасылады ғой. Екеуіне. Ағам екеумізге. Бізде, ё-май, сразу шығамыз игровой клубқа барамыз. Бізде, короче, в основном 20 теңге береді иногда. Соны барып, Mortal Kombat ойнайсың, Sony никогда ойнамағамыз ғой, короче. И бізде тұрамыз да, мынау Sony ойнайтын ақша, короче. Өйткені игровой клубта қыста барасың да, біреудің ойнағанына қарап тұрасың просто. И сөйтіп қайтасың, уақыт сөйтіп өтетін. Білеміз ғой, все, ақша бар, бізге Sony ойнау керек, 1 сағат уличный боец деп. Жүгіріп барамыз. Sony PlayStation занят. Бүкір Сегаларда занят қой, короче, бос емес. Семейде ақша бар ол кезде. Ол кезде облыс. Қатты ойнағымыз келіп тұр. И бәрі бар ғой, прикинь, бір 2 сағаттан отыр ғой. Уже төлеп тастаған 2 сағатқа, мыналар PlayStation 3 сағатқа бір аркада ойнап отыр, анда ұзақ. Біздің қатты ойнағымыз келіп тұр. И бірақтан администратор тұрады да, компьютер ойнайсыңдар ма дейді, короче. Тану сендер компьютер бар ма? Иә, бар дейді. Сөйтсе ана администратордың кішкентай мынандай бөлмесі бар, сол жерде компьютер именно жазатын. На Sony 1 сағатқа отыр деп, чтобы бухгалтерияны жүргізетін. Өзінің компьютері. Сөйтеміз, давай дейміз ғой, короче. Мен қалай деген сияқты ғой. Иә, қандай ойын бар, сұрамаймыз ғой. Давай дейді. Ақшам береміз де, даже қанша екенін сұрамаймыз. Эйфориямен біз қаттан наркотик сияқты ғой, дірілдеп тұрмыз, ойнамыз келіп тұр. Отырамыз екеумізді, отырыс қояды. Компьютер біреу ғана. Сосын тұрады да, кіріп бір Принц Перси дейтін ойын білесің ба, Нұру? Бүйтіп деп жүретін бір, короче, бір стрелка. Не, алдыға жүретін, секіретін, отыратын, артқа алдыға ұратын. Колючкаларға түсетін. Соны қосып береді ғой. И ағамыз екеуміз түсінмейміз, короче. 2 адам мынаны қалай ойнауға болады. Айтамын, давай сен алдыға артқан ойна. Мен алдымыздан біреу шықса, қылышты алып шығатынды басам, короче. Где-то бар ғой, бір 10-15 минут ойнап отырмыз, анау. Ни о чем вообще, кайф алып жатқан жоқпыз. Бірақ уақыт кетіп жатқан, көтіміз ашып жатыр, короче. Сосын ана администратор шақырамыз да, братан, басқа ойын бар ма дейміз. Иә, бар, поле чудес дейді, короче. Только огурцы алып келдіңдер ма? Поле чудес дегенді қосады. Поле чудес дейтін ойында ана Якубович көрінбейді. Қонақта 3 персонаж аныру. Спокойной ночи, малышыдағы Хрюшка, жаңағы Сава, тағы да бір персонаждар, мультиктің персонаждары. Винни-Пух. Енді қалай ойнаймыз десек, мына жерде сұрақ қояды, сендер табу керексің, жауап беру керексіңдер дейді ғой, короче. Экзамен ғой жаңа дәурен компьютердің алдында. Только ақша төлейсің. И типа бізге сұрақ қойылады, 2 дөңгелекті транспорт дейді, короче. И типа 8 буква тұр, біз тұрамыз да. Қалай, ана жерде сөздер шығып тұрады бұрышта. Говорите букву дейді, біз отырамыз да, типа. В-ны басамыз. Верно дейді, В ашылады. Ёп, анау ғой, настроение. Сөйтіп велосипед дегенді табамыз ғой. Бірақ та келесі сұрақ қойылған кезде жігіттер уақыт дейді ғой, короче. Сөйтсе оның сағаты 40 минутта 100 теңге ма, сондайға өзінше баға қоя салады да бізге. Где-то бір 30 минуттан кейін біз тұрғыз жүреді ғой. Кәдімгі жылағымыз келіп тұр кәдімгі. Сөйтіп қайттық па еді. Гоним екен, да? Ана ол кезде просто, администратор дұрыс емес, енді үлкен мужик қой, по идее. Біз щегол екеніміз көріп тұр ғой. Ойнап келген істеп отыр ма? Иә, ақша керек болды, өйткені біздің ақшамызды алып қалу керек, бірақ сегалар бос емес. Сосын келді, компьютер ойнаңдар деді, просто. Компьютерін приходить деп жатыр ма? Иә, сөйтіп бардық та, Принц Перси, поле чудес ойнап, қайттық. Түйін лох болманды. Поле чудес деген ойын жүріп тұрақ. Вообще қызық емес қой. Вообще қызық емес, өйткені біз қинайсың ғой. хотя Mortal Kombat қой, енді төбелеседі, қан шығады, бруталити, фаталити жасайсың.
еще ведущий жоқ ойлашы. көрінбей ма какой-то екі бойшты көрейік дегенбіз негізі екі ойышты көргенде вообще басқа эффект болып еді деп Жоқ адам жай сөйлеп жатса да. болды деп бүйтіп шығады короче. Иә, менде оқиға бар. бұның айтпақшы сол құлағы естімейді ғой соны айтайын деп жатсың ба Жоқ, басқасы. басқа Оңған да естиді ғой ладно. Мой естіп тұр. Сөзсіз. неге естіпей қалғанын айтып берсін Сол, короче, басымнан өткен оқиға. Сол банағы 12-ші колледжде болған оқиға ғой. сол кабинет емес шығар әйтеуір Сол кабинет емес, сен. Да, слушай меня. Сол кабинет, қайда кабинет? Сол колледжде болған оқиға, короче, сол колледжден 4 группасымыз шығамыз. Мен и мен санамағанда, короче, 3 группасым ғой. И төртеуміз шығамыз. логично Логикаға сенсең. Иә, төртеуміз шығамыз. екеуі болмаса екеуін алып кетіп берсін Мен айтсам дейін. да Сөйтіп 4 группасымыз шығамыз. Мен қосқан төртеу. Сөйтіп бәріміз ақылдасақ. оны түсіндік үшеу болмаса сен жалғыз жүрсің Ой, мен жалғыз жүрмеймін ғой, брат. Ассалаумағалейкум. төртеуін кетіп бара жатсыңдар сосын Төртеуміз кетіп жатырық та, сосын ақылдасамыз. Кім қай жаққа барады, немен барады деген сияқты. Ақылдасасың ғой. Үйге қайтып бара жатсыңдар ма? Иә, үйге қайту керек қой сол. күнде ақылдасады үйге үйге әр күні адрестерің өзгере ма бүгін анда болмады деп Кім қай жаққа баратынын білмейсің ғой мысалы. Жоқ, неге сендер бұл жылдың басы ма? Енді танысып жатсыңдар ма? Жоқ, бұл қайда, ортасы ма? Неге именно сол күні ақылдасыңдар? Жоқ, шынайы сұрақ просто. Неге сол күні ақылдасыңдар, кім қай жаққа баратын дегенім ғой? білу керек қой негізі Жоқ, білу керек болғанда андай үйлері басқа жақта маршруткалармен бару керек қой, анда мында деген сияқты солай ғой. Сол, иә. любой жерге маршрут Жоқ, брат, сендер неге оған дейін бірге шығасыңдар ғой. Мен мысалы сагрупптарым кім қай маршрутка автобусқа отыратынын мен уже білдім да бірінші айда оқыған кезде. Сендер до этого сұраған жоқсыңдар ма, кім қайда баратынын? Жоқ, сұраған жоқпыз. Шықтық та жүре бергенбіз ғой. жаққа ма Жан-жаққа. Кім қайда деп сол. Тарағал тұрған кезде Дәурен тұрады, стоп дейді. Кім қайда барады? айтпақшы қай жақтысың руларың бар бірге оқып жатыр Сөйтіп, екі группасым айтады, біз двойкамен барамыз дейді де олар басқа жақтан кетіп жатады ғой. Мен и тағы бір группасым екеуміз қалып қоямыз. Біз 43-пен барамыз дейміз. Қыстың күні еще айта ұмытып кеткен ғой. Сөйтіп, жолдың шетінде тұрық. Жолдың шетінде бер жағында тұрық. Жолдың арғы бетіне өту керек бізге. Жолдың арғы бет жағында өйткені остановка сияқты бар. Сол жерде маршрут тоқтайды ғой. остановка сияқты Остановка автобус тоқтайды, бірақ жоқ ол жерде. Өзінің емес жоқ, ғимараты жоқ андай. Ғимарат жоқ, просто автобустың емес тұрған шығар мынандай. Ондай жоқ па? ондай да жоқ. Просто автобуспен халық қана біледі, ол жер остановка екен. Иә, сол жерге тоқтайды. кондуктор между нами осы жерде тоқтаймыз чисто алматы ешкім ой нахуй полет Ондай остановкалар әлі де бар ғой. Сол жерге тоқтайды, короче. И жолдың арғы бетіне шығып кету керек. Мен тұрамын да, сол жағыма қараймын, машина жоқ, оң жағыма қараймын, машина жоқ. Сосын жүгіріп өту керек қой. Жүгіріп өтіп жатыр едім. Оң жағымнан бір Toyota. Жоқ, Toyota Land Cruiser, короче, нөмір машина ғой, джип. Ойда жоқта оң жағымнан шығып қалды да мен кетіп кетеді ғой, аяғымнан. қағып кетеді, короче, иә. Мен бүйтіп ұшып кетемін де, аспанда 3 рет айналамын да басымнан құлаймын ғой былай. 3 рет? Иә. Үш рет айналып құлаймын. санап үлгердің ба? Бұл бүйтіп айналып бүйтіп құлайды. Киноларда құлайды ғой солай ғой. қалай сана өзгерді Сөйтіп құлаймын ғой. Сөйтіп, құлаймын ғой жерге. Сөйтіп бүйтіп жайлап, аяғым ауырып тұр уже. Бүйтіп жайлап бүйтіп оң жақ көзім бүйтіп сығырайып бүйтіп машинаға қарап қоямын, машинаға мамадап қоямын ғой. Сен не прав екенін түсініпсің ба, типа? Не прав болғанда белгіде пешеход, светофор ештеме жоқ анда. Просто андай ғой. қай жерде жүрсің автобус астанып белгі жоқ Енді колледж сол жақта болса мен не істеймін енді. Мен де сол жерде оқығанмын. И, короче, машинаға қарап қоямын, мама деп, короче, машина сынса қораға бересің ғой енді. денсаулығың ше Ой, мен қазір. бірақ аяғы ана жерде жатыр машина аман ба Больницке барып емделемін ғой мен. Сөйтіп бір қарадың. Бір қарадым машина аман екен.
ішінен дедім де бүйтіп тұрдым да бүйтіп сол кездегі тұрдым да бүйтіп аяғымды ұстап бүйтіп кетіп бара жатырмын ғой. Максимально ауырған сияқты көрсетіп жатрсың ба? Бүйтіп аяғым көрсеткенде былай ұстап кетіп жатырмын аяғымды. И ана шофердің қасында әйелі бар, вроде қазақ сияқты, бірақ орысша сөйлеп тұр. И бүйтіп машинадан шығады да, ты че, сука, долбоёб, что ли? Сен боқтап тұр ана. Мен түсінбей жатырмын, аяғымды өзім аяғым. орысша түсінбей жатсың ба әлде жалпы түсінбей Жоқ, жалпы не отқан түсінбей жатсың боқтайтын алмайсың. Шын бұл боғауыздар кетеді. сонда бірақ машинаның жағдайын көріп тұр. Ты че, сука, білемін. Мен маршрутым жоқ қалды уже кету керек маған. Кету керек. Маршрутке берейін. Боғауыз естіп басқан әбейді емес па? Аяғым ұстап кетейін деп жатырмын. Группасым кетті айтады. Шөше, кетші сені шақырып атайды. Ой, бармаймын мен деймін. Қош бармаймын. Кім шақырып? Шөше, анда кісілер шақырып атыр. Жоқ, бармайын деп. Енді мінейін деп жатыр едім, жаңағы кісілер келді. Ұстап алып жібермейді уже. Сосын әйел айтады, что там бәрі нормально ма дейді. Нормально деп қойсаң, аяғын ұстап қоямын еще. Давай саған может ақша берейік дейді. Сосын күйеу айтады, қой қайда ақша, ертең заявление жазса, ертең машина нөмірін тауып алып, анау заявление жасап қора кіреміз дейді. Сосын орысша сөйлесіп еді ғой, қалай қора? Білмеймін сол. Солай естіді ма? Күйеу айтады, қайда ақша, давай онан да больницаға апарып қаратайық, денсаулығын тексерейік дейді ғой. Артынан дұрыс сөйлеп тұр. Сөйтіп мені группасын машинаға отырғызады да, 6-й микрорайон. Сол отырғызады да, 6-й микрорайон жақта, короче, не бар, больница бар. Соған апарды да, полностью қағаз толтырды да, полностью дәрігер бәрін қарап шықты. Қағаз бәрін оқыды да, бүйтіп қолын қойып деді. Сосын в общем, болғаннан кейін машинаға отырсыз да, қай жаққа барасыңдар деді. Мен айттым, базарға барамын деймін. Базарға апарып тастады. Болды. Сен историяларың. аман қалдым дейсің ғой общем, Түйін, жолда абай жүрмеңдер. және де тиін пешеход салыңдар дейсің ғой. Астынан бастап кім қай жерде тұратынын айтсын. Не болды 2 жыл жарымнан кейін. Қайда отырсың? Қайда тұрасың? Наурыз сенде бірдеңе ма? Аты шулы наурыз. Мен барлық қызықтың бәріне сөйлеуден кейін пайда болғаны ма? Неге оқиға? Ол сөйлегенің кішкентайыңнан емес қой айтпақшы да? Жоқ. Енді? Вообще мен басқа тұру үшін осындай болған. Мен баға негізінде үйде балалардың өзі қатар достардың арасында ешкім айтпаған былай. Сен бүтірлі сөйлейсің ғой деп. Мен қазір кругым ауысты ғой енді. Оқу бітіргеннен кейін универге ауысқа 1-ші курста көз байқады. Сол кезде айта бастады. Сен сол кезде универге дейін мен нормально сөйлеп жүрмін деп ойладың. Деп жүрдім өзімше. Деп жүрген өзінде емес. Шоу Труман. Ешкім айтпаған. Шоу Труман. Мектепте 10-11 сыныпта өлең жүрген адам ғой сахнада. Қандай өлең? Жайдарманда әзіл хабарлап, сөйтіп жүрген адам ғой. 1-ші курсқа келген кезде көбісі еще не істеймін ғой. Группашылады ғой бірінші. Уверен, голосовой жіберем ғой. Ұзақ жібереді екен еще. Балалар айтады. Уверен жібересің. И группада бір қызжа жүрді. Ұзақ енді көбісі тыңдағысы келмейді ғой. Бір қызжа жүрді. Наурыздың голосовойын 1,5-2 спен тыңдасын четко естіледі екен деп. Осындай зат болды. Сол кездегі балалардың осы ішіп алғасын ба деген көп орызылды. Сол орызы жайдармамен шығып кеттік. Бірінші орызда ішіп алғасын ба деген затты шығып кеттік. Бірақ оның кейбір минустары да көп та. Қандай? Өзім машина айдаймын, үйде машинам бар, машинам болды. Ағам машинасы кейде жиі шығам қалаға. Таксовать етемін? Таксовать етемін, әрі бері жүрім. Полициялар ұстап қойғанда кейін. Ойлап қалып, не тексеретіні бар, сөйтіп, уақытты не сөйтіп. Сенде прям алып кеткен кездер болды ма? Алып кетпейді, ұстап қалады көп уақыт. Түсіндіруге ма? Асық кетіп қалса, түсіндіре алмай сөйтесің. Сондай заттар болады. Енді Сен айтып едің ғой өткенде ресторанға деген. Ауызға шығармасам қиын шығады. Қабыл болсын дегенде,
білет балалармен жиналып неге отыратын болдық, ресторан бар, халал ресторанда. Соған маған айтады, барлықлар занят болады деп айтады, наурыз сен звондасайшы, мен андай бар, мен өз фобиям бар, ешқайда звондап, андай бұрын жасап бір нәрсе істегім келмейді. Өйткені бәрі айтады, бізде осындай, бізде түсіндіре алмайын да өзім ішіндегі заттарымды. И бір күн сөйтіп бірге звондаймын халал ресторанға. Осындай бұрын жасауға кешіріңіз, біздің жер халал еді дейді. Жарайды, барамыз. Енді барамыз да, бірінші мен барып аламын, маған звондап. Балалар кеше орын ала берді, анау жақ, мен барамын ғой деді. Кешіріңіз, бағана звондаңыз қой, мен сізге айтып еді ғой, бұл жер халал жер, отыруға болмайды деп. Сөйтіп, мен басқа қасымдағы достарымды күттім, анау жақтан. Олар келіп түсіндіріп, сөйтіп әлі кіргенбіз. Алтөре берсек, білет қарағанда, балалар айтып берсе, жөнінде ол подробно айтып керек емес. Просто Дәурен, Асқарды білесің ғой, орысша сөйлейді. Очкидегі бала, и Наурыз. Үшеуі магазинге барған ғой. В общем, 45 минут па тұрғанға кепіш болып. Құлақ естімейтін апай болған. Соны да барғанымыз бір туалетте бумагымен тырнақ алуға ғана. 45 минут келді ғой. В общем, андай. Мынау орысша түсінбеген, орысша айтқан, тырысқан. Бұның дауысын түсінбеген, естімеген, бұл Наурыз айтқанын вообще түсінбеген. Анау Асқар тұрып, әкеліңдерші мен түсірейін десе, сөйтсе ана кісі өзі естімейтін болып, слуховой аппарат тағып. В общем, бытшыт болған. В общем, проблема болып кетеді ғой, магазинге. Асқар ашуланған ғой, өзі, понятно. Мүмкін емес нәрсе неге. Құлағы андай аппаратпен істейді екен де, қоспаған. Еще андай болды ғой, андай кісі. Каспий бар ғой. Каспийні жібереміз дейміз де, номерін айт десе ғана кісі түсінбей жатыр. Бұл кезде қасындағы сатушы келеді де, айтады, түсіндіріп береді, жазып береді номерін. Каспий жазып береді, біз ақша жібереміз де, чегін көрсетеміз. Ол кісі барады, аппарат тап қайтты, қызына звондайды ғой. Ал Каспий қыздың номерінде екен. Ол кішкентай телефонмен қызына звондайды да, точка түсті ма дейді, анау жағынан айтып жатыр, анау естімей жатыр соны. Аппарат тақпаған. Сөйтіп, бір сағаттай ғой, сондағы бәрі толғаннан кейін бар аппаратын тағып сөйлесуге дейді. Сонда аппарат тағатты, сөйлесе болды. Ал қасындағы бутиктер жабылып жатыр. Біз ең соңғы шықтық әйтеуір. Сондай бір бізден басқа ешкімде ғой еще. Дәуреннің несі сол құлағын естімеуге қалай жеткеніңді айтшы, соны жетістікке. Сол құлағын мүлдем естімей ма? Вообще естімейді. Мен айтып отыр ғой, естімеді. Әлі естімейді. Былай жартылай ғой, қырылдап шығады ғой. Қырылдап? И, короче, не естімей қалды, короче. Мен, короче, ауылда тұрам, Белес деген ауыл ғой. Атын шығарғың келіп жүрген ауыл. Аты жеге айтасыз. Дәуреннің аты шықты уже. И сол Белес деген ауылда тұрам, и сол Белес деген ауыл, короче, екіге бөлінеді. Андай, старый, новый деген сияқты ғой. Бірақ біздікі старый, новый басқаша бөлінеді. Біздікі старый жақты Москва жақ дейді. Новый жақты совхоз дейді. Москва совхоз деп. Москва совхоз. Оборот болу керек қой негізі. Сондай дейді. Мен совхоз жақта тұрам. Почему-то мен велосипедпен шығам да. Бет трассаға шығам. Велосипед теуге шығам. Оған немен? Неге Москва жаққа қарай теуіп барам велосипедті. Қызық үшін ғой өзім, просто теуіп жүрмін ғой. Москва жаққа қарай теуіп барам. Москва жаққа андай трасса ғой еще, дүп түзеу андай. Берек тепкенге Онда точно Москва. Текпенде дескан. Что бы ты ни делал, делай это ярко. Энергетический напиток Флэш заряжен сиять. Сөйтіп Москва жақтан кейін қарай қайту керек үй жаққа. Кейін қарай теуіп керек қой. Кейін қарай теуіп бара жатқанда педалды қатты бар күшпен айналдырып қоятын. Бір кезде үйдің қасына пауэрлық келгенде цем ұшып кетеді ғой. Анан тоқтата алмай жатырмын, аяқпен де уже болмай жатыр. Алдан машина қойды ғой. Сәс қарақтап рөл бұр жерім ғой. Үшін мынау біткен трасса ғой. Бүт былай түсетін не ғой. Ойға кетіп қалдым. Тұрғанда велосипедпен бірге айналып кетем ғой баспен. Құлайым ғой, былайынан құлайым ғой. Құлағым, құлақпен құлайым, баспен құлағанда короче. Құлағым шулайды ғой дейді. Бір ай система алып, қаралып нетіп жүрдім ғой. Мына құлағым шулайды, қазір шулап отыр азап. Құлағым шулайды ғой, шулағанда
не құлағаннан шулайтынын білмеймін, не біреу жамандап отқанын білмеймін ғой ана. Сондай болып қалған ғой, короче. Уайымдарың басқаша екен. Иә, сондай, білмеймін. тоқтамай өмір бойы жамандап жатса біреусі. Сонда ол былай құлаған кезде алған травмаң, иә? Қатты құлап тұрсың. Қатты құлап тұрмын баспен. Еще бұлардың денсаулықтарына салғырт қарайды. Неге енді қарауылға әлі өмірі алға ғой. Қайтып емдеуге болады деген сияқты. Неге бармайсың десең? Және не сияқты ғой? Неге бармайсың десең? Крановщиктің дипломы сияқты ғой, правасы сияқты. Салғырт қарайды. Абай жүріңіздер. Иә, денсаулыққа қараңыздар. Жолда оңға солға қараңыздар. Ұрсақта велосипедте тұрыңыз ұрған жоқ қой. Жоқ, ол Педальда андай велосипед қой, білесің бе, алдыға айналдырсаң алдыға жүреді, артқа нетсең тормоз. Ол брат, мынау велосипедтер бар ғой, современный ғой, типа тормозы мына жерде дейтін. Біздікіде всегда сол болады, бүйтесің, тармайсың. Просто не дады, самокат айдағанда да тормозды баспайды. Қоя қоя. Иә, өзінің елінде бар. Самокат айдаймыз да. алдында самокат айдады ғой Алматыға келгенде. Тормозды баспайды, алдыға керіс қадам. Былай тұр. Алыстан. Қайсысы, брат, өтіп кетейін. Сөйтіп шуладық, содан бастап, самокатқа. Сигнал бар екен ғой. Иә, тырын. Білмеймін, шұқылап той маған. Содан кейін отырмаймыз деп шештік. Опасно. Сонан бері білмеймін мен жақтап. Және ГАИ деген кезде есіме түсіп кетті, короче. Семейден бір дос бала келді, той жүргізуге Алматыға. Осы жақында болған оқиға. Сосын айтты, мен осындай ресторандамын, түнгі 12-де босаймын, ровно деп. Все, хорошо, мен жұмыстан шаршап келдім де, үйге сағат 8-ге таман келдім де, ойладым, сағат 12-де ол босаса, примерно 11:30-ға таман шығып кетсем, как раз сол қалан шет жағындағы ресторан екен. Соған барам, оған дейін ұйықтап аламын дедім де, короче, жұмыстан келіп ұйықтап алдым. Ояндым, көзім ісіп кеткен, көзім қып-қызыл. Сөйтіп ресторанға бардым, барсам, той созылып жатыр, 12-де біткен жоқ, короче. Мен еще дел салып отырмын. Сөйтіп отырмын да, сол жерде амандастық айтады, той бітпей жатыр, әлі штос бар, түнгі 1-де бітеді, 1:30-ға таман отыра тұрасың. Еш жоқ, қымыз ішіп отыр деді, короче. Бір қымыз әкеп берді, қымыз қышқыл екен да, ішіп отырмын. Сөйтіп той бітті. Той бітеді, мен за рулем жүрмін. Айтым, кеттік бар, тамақ ішейік деп. Ол қасыма отырды. Короче, ана жерде былай ресторан, 2 ресторан қатарынан тұр. Сөйтіп отырды, ремень тақты, да ресторан алдына шығып едік, артымыздан ГАИ шығады, короче. Андай тік-тік, көк қызыл емесімен. Сиренасымен. Бірақ кетіп бара жатыр. Звук болған жоқ, просто светін көрдім арт жақтан. Айнадан қарасың, все хорошо. И бірақ ана гаишниктер қатты жүріп, мен прям қуып жетіп алады да. Мен былай келесің, енді қарамайсың ол кезде. Максимально қарамай отырсыз. Келесем, и прям көріп тұрмын, что бір гаишник бүйтіп қарап отыр прям. Өз машинасынан, жүріп келе жатып маған қарап тұр. Сәл напрягать етеді. Где-то бар ғой бір 20 секунд жүріп кеттік қой сол. Дәл қатарыңызды ұстап алған прям. Это прими право деді, короче, маған. Ё-моё, не болып болды. Менде бәрі документ, бәрі дұрыс. Бірақ та отырмын машина, терезені түсірем. Ассалаумағалейкум, осындай тойдан шықтыңыздар ма? Иә. Документ бола ма? Конечно, документті берем. Алатта машинадан шығыңызшы дейді. Не болып отыр? Сосын шығам. Ассалаумағалейкум, алейкум ассалам. Что-то ішкенсің ба, брат дейді. Мен говорю, жоқ. Көзім қып-қызыл ғой, брат. Мен ұйықтағаннан, короче. Құлағым ұйықтаған, көзім ісіп кеткен, қып-қызыл. Мен айтым, жоқ, ішкен жоқпын. Үрлеш дейді. Үрлеймін. И сол моментта ойлаймын, қымыз шыға ма, шықпай ма? Сосын кетті, перегар бар сияқты ма? И мен тұрамын да, уже уверенность болсам, бірақ ана қымыз, бір стакан қымыздан, скорее всего, перегар шықпайды. Бірақ ойлап тұрмын, егер экспертиза болса, шыға ма, шықпай ма, мен точно сомнение ұстап қаламын ғой, денем суық болып кетеді ғой. А егер де спирт шықса, ол лишение прям. Сосын тұрамын да, жоқ, брат, негізі ішкен жоқпын, просто ұйықтап тұрмын деймін. Просто біз рестораннан в основном дейді да, андай шывағандар шығып, за руль отыра салатын кейбіреулер болады ғой, за рулем келеді тойға. Жарайды деп, іше салып, типа, техничный айтып кетемін. Бетім, жоқ, брат, ішкен жоқпын, семейдің дос балам келді, күтіп алып жатырмын негізі, тамақ ішіп отырсыңыз деп. Точно ішкен жоқсың ба? Мен айттым, жоқ, брат, кеттік еште экспертиза жасайық деп өзім айтқаннан кейін. Все хорошо, жол болсын деді де, қайтадан кетті.
уф дегенсің ғой. Ем, оказывается, рульға отырсаң, в целом қымыз дейтін нәрсеге жоламаған дұрыс екен. Вообще қазір последний бір қымыз ішкен кезде достарым қуып кеткен. Содан кейін түсіндім, анау, короче, алкого ғой просто. Почти. Осы жоқ па? Жетпейді, алкого. Жоқ, анау андай қымыз, 5-литровый қымыздар болды, ауылдан келген қымыздар, короче. Ана бутылкадағы стеклянный, сонда ішпейсің ғой вообще. Прям жақсы қымыздар бүйтіп құйып әкеп берді да. Сонда шошып кеттім. Және гаи деген кезде неге шығып кетті? Гаи туралы бір оқиға болды. Иә, гаи бұның тоже қымыз сияқты. Сен содан шықты екен ғой. Мен третий водитель болып баратын. Астанада. Өмірің сынақ екен. Өйткені не ауылымде ғой тоже қаланың шетінде зона отығалар көп та. Суыты бар сен индирайыр басқасынан третий водитель ақшалар құнып тұрады. 6 мың, 7 мың барасында праваңды көрсе сөйтесің, сен что-то өзің жоқ үрлеп бүйтіп олармен бір тексеріліп аласың, апарып тастайсың, содан кейін. Кстати, Астана жақта Көкшетау бар ғой, Бурабай жақтан. Именно суббота воскресенье күні Бурабайдан қайтатын адамдарды обязательно тоқтатады ғой. Өйткені олар енді суббота күні нормально гужбайнд етеді, организмнан шықпайды. Айықса да сөйтіп тоқтатып немететіні бар. Біз бір ретінде Бурабайға демалғанбыз, суға түсуге барған кезде тоқтатады. Брат, біз просто суға түстік. Точно, уже бізден көрініп тұрды, ондай жоқ екен. Жібере салды. Түсіндім, нормально. И олар прям каждый машинаны тоқтатады. Шай әңгіме. Мен айтайын ба? 10-шы сыныпта военкоматқа апарады ғой, ана. Әскерге. Стрел ма? Атуға? Жоқ, денсаулығыңды қарауға апарады. Алғашы доспалдарға ішкеймен көресің ғой, бір неңді көрсетесің бірінші. Кімнің кім екенін білінетін күн ғой. Сосын сол күні бүкіл кабинеттен өттік, лор, андай, бәрі хирург, сосын соңғы кабинетте ант қабылдайсың. Сосын сенен кейін... Турсимен ба? Иә, ойлашы. Дамбалмен ат. Бізде ондай тексерісте ант қабылдау. Что-то есімде жоқ, болмады ғой. Ант қабылдағанда мен бірдеңе мен адресін айтасың, сен осындай. Сосын мен жақсы өтіп кеттім де, мен андай тып-тыныш болып қалса, күлкі қысады всегда мен андай ұжымада, өзіме марсалашсыз. Сол тып-тыныш болып қалды да, менен кейін бала келді, амбалымен ірейді ғой, адресін білмейді, сөзін ұмытады. Сосын қатты күлем, мен қағазымды алайын деп тұрмын, мен есіктен шығамын, үйге кетемін. Сосын майор ма, генерал ма осылай мен қарап отырды, осылай бүйтіп қарап отырды да, анау анты біткесін қасындағы қыздың құлағына сорлады. Сосын маған бір ақбет берді, общем 10 күн психбольница жауып тастайды ғой мен. Там оригинал психбольница. Прикинь, 10 күн қабылдау комиссиясына үйдегілермен барам. Бір бала, үлкен баланы анасы қолынан ұстап тұр. Анау стенкаға жүріп жатыр ғой. Просто стенкаға жүріп жатыр. Психбольницада. Қабылдау, контртағыдай бар ғой. Бүйтіп қалады. GTA ма? GTA кәдімгі. Қайда келдім, сосын жауып. Күлген үшін жауып тастадым. Иә, ерсі күлдім мен ана жерде. Менікі де аты болды. Жауып тастайтын. Кәм, розовый болып күлдім, сосын жауып, психбольница 10 күн жауыпты, прикинь андай. Психбольница оригинал. Ең бірінші күні ұйықтап отырдым. Түнде 3-4. Психбольница оригинал дейді. 3-4 деме оянып кетсем, менің кроватымда бүйтіп сақал болып әжік бола отыр ғой. Бүйтіп оянып кеттім, маған қарайды. Бүйтіп қайда келдім ғой? Таңертең оянам, киім жоқ, әудірді жатыр. Тақып саған. Сен киінді ма? Иә. Просто анда оправдание деген ол. Неге деп сұрақ қоя алмайсың ғой? Өзі білет, короче. Худший подбор актеров, который я видел. Предательство со стороны продюсеров. Психбольница, содан кейін андай армияда 6 ай таяқ жейсің, 6 ай не деген сияқты. 3 күн пәтері боласың, прикинь, маған үйдегілер осындай банан әкеліп тастайды, утеголив деп жазып қояды, холодильникке салып смело алады да, 10 күн болып жатқан балалар жеп отырады ғой. Сол күнді аңсайсың, 10 күн болса екен деп, короче. 3 күн менің тамағым жеп қойды, сондай болды. Сосын құттай, енді 3 күннен кейін опыт пайда болды менде. Иә, өз жерім. Мен анаған өз өлең төсегім болды. Андай кіріп кетқанда бар ғой, бірінші күн андай американский кинода 13-й районға бір новый адам келеді ғой, бүйтіп бас шығарады ғой, бүйтіп солай қарсы алып алды ғой, әжелер бүйтіп.
мынау ма деп жумоң болады сағат 3-те. Жумоңның әр сериясын соғыс қой. Бір бағанған олар 3-ті күтіп отырады, 2 кәпішкін алады, әрқайсысы өзінікін 2-ге бөлінеді. Прикинь, ортада үлкен телевизор ғой. Жумоң аттас келмен бірге шабада бейді. Болды ғой. Төбелесе ма? 30-тағы ағайдың бетіне 18-ді баға жүріп. Ема! Басында мен де енді жүріпсін естіп. Сосын қолбасшы болдым соң. Жекпе-жек кешірдім. Ема, сондай болып прикинь. 7-ші күні уже опыт бар. Мә, еще. Старшакқа жақындап қазірмін. 7-ші күні уже пісіп кетті. Мектепте дискотека болып отыр. Андай түрмеден қашып кетті. Ағайлар бар да, мен неге барып кетпайын дедім да. Қашып, белеп, үйге қайтып, психбольницаға қайтып келдім ғой. Биліп кеп па? Мектеп естіп алған, тең бұрын психбольница деп. Жорықтан кейін дискотека жақсы кетеді ғой. Соғыстан кейін бір дискотека бар. Соғысталға білмейден шыққандай көрдім ғой. Бар жақсы ма дедім. Танымалсың ба мектепте? Прикинь, сосын 25 жастағы қыздар істейді, медсестра болды. Іш пысады, сосын түнде ұзын коридорға өзінің кезекшілігінде роза отырады, светін жағып қойды. Анау қорқытасың ғой, есігін мен жартылай шығарам, осылай. Шайлап бастайды, біліп, өтеғалип не істеу үшін жата ғой. Өтеғалип мысалы жат дедім деп күле бересің ғой отыр. Илап жүресің ғой шағымен, өтеғалип дейді ғой. Ема, сосын ана ажыққа орыс қызға ғашық болып қалды. Ол да психман еді, бәрі адвокатын адамдар. Тек просто чуть-чуть не бар, орынсыз іс-әрекет кетті. Соғыс кетеді. Иә, соғыс кетеді. Сосын хат жазады анау, я тебя люблю, анау мынау деп. Сосын менің хатын бәрін жай жіберем ананы. Бүкіл анау екеу жуынатын бөлмеге ваннаға су толтырып жуынып жүр бір күні. Орыс қызы? Иә, жас бой болып кеткен уже, прикинь. Психбольница. Ема, дедім сосын. Солай 10-ші күні, короче, мен андайға айналдым. 7-8 күн болды ғой уже. Холодильниктен кімнің фамилиясын қарамаймын, ұнаған тамағымды алам да. Үйдің холодильнигі сияқты. Иә, өзім мекенім болып кетті ғой ана. Сөйтіп психбольницаға жатып шыққан. Сонда сенімен жатқан адамдардың барлығы 10 күнге жатқандар ма? Жоқ. Постоянка жатқандар да бар. Мынау ең грубый психбольницаның ең жеңілі, но психбольница. Олар бөліне ма сонда? Иә. Брат, енді стенкаға адам жүріп жатыр ғой, онымен жатқызса ауыр болады. Ойлашы, үлкен жігіт қара күш саған шауып кетсақ. Бітті. Анда дейтін таңғы 6-та қар ашты қызып қойдың, прикинь. Қар? Қар бар ғой, қар болып бір қыстағы. Біз ештеңе емес, есіңді біліп ашып жүрсің ғой әйтеуір. Анда есін білмейтін адамдар қар ашты, андай бір. Қар аштырды, қар тазалай ма? Қар, иә, күрекпен. Бір ыңғайымен ашайсың ғой, олар просто күрексізсі, лақтырса болды. Сенің ашыған жеріңе қайтып қартың мүмкін. Прикинь. Маған күлуге боламын вообще. Осындай оқиға болды, сосын да орынды жерде күлген дұрыс екен содан кейін. Но зато армиядан аман қалдым. Тағы бір бар еді ғой соның ішінде. Еще мен сияқты. Бір 3-4 күн нормальный адам жүр. Бауырым енді мен сияқты нечайын түсіп кеттім, анау сосын давай, анда саны келіп сырласып қоямын анан кейін. Бір күні иіс қағасып кетіп олетін иісі кәдімгі дейтін. Мынаны кім істеген десе, ана брат мен дейді ғой, ол не істеген? іртіп кеткен, қуық ұстамайтын болып тұр ғой. Бірақ енді қуықтың миға қандай қатысы бар екенін білмеймін. Бірақ сол жерде сондай оқиғалар болды. Бірақ естелік болды енді. Мәңгі естен кетпес. Өз алмамды жей алмадым ғой бірінші күні, жыладым ғой. Ондай болмай өтім бірінде бар ғой. Ана емеде бір ретінде, по-моему, Майк Тайсон айтады ғой дейін. По-моему, Майк Тайсон. Короче, оны тоже бір наркотический состояние үшін ба, психбольницаға жатқызбайды екен. Жатқызбайды да, и қасында психтар ғой енді. Сосын ана психтарға айтады, короче. Мен Майк Тайсонмын дейді, короче. А психтар, мен Наполеонмын деп.
короче ана жерде аналарға вообще пофиг дейді, сен Майк Тайсон десең, онда мен Гитлермін деп айтады дейді, сен ана жерде дәлелдей алмайсың дейді өзің. ойын деп сынған шығар. Иә, примерно сол. Жыртыс болды, бірақ та еріксіз күзесің ана жерде. Иә, да. Мен бір картамен отырып ойнаймыз ғой. Бір картамен анда 12 карта отырады қарсыласымда. 6-ын қояды, сосын мен біреуін қоямын да, сен ұтылдың деймін ғой. Дейді ғой. Ойынның ережесі. Ұтылдың деп айтсаң ұтылып болды. Алда оңай, бірақ бар ғой, сен болды ұтылдың сен. Жеңе саласың, ойынның ережесіне қарамай 6 қағаз кіріспен дейді. Бізде бір оқиғаға уақыт бар қысқа. Ешті біреуде болса. Біз Абибастың құрылғанын айтайық. Давай. Бұл да сол психбольницаның жақты жағы. Абибас құрамасы. Командасы ретінде біз Рулин орнына келдік қой. Сол Эльдар звондады, короче, бәріміз келістік. Мен Дәуренді кішкентай кезінде көрдім, Орал Жайдарманда ойнап жүрген. Сосын, Агуткейден кейін көріп тұрмын ғой. Сосын вазаға келсем, Дәурен жүр, сақалы, мынандай ғой, прикинь. Қажылыққа кетіп жатқан сияқты бар оны. Сосын, еще қасқырдың суреті бар, футбол киіп алған. Өзі де қасқыр, анау да қасқыр. Қалайсың, братан дейтін. Екеуміз бірге барамыз. Хәпшік алдым ба десем, жоқ, любой затқа жоқ дейді, ештеңе алмаған. Оралдан шығып бара жатсың. Оралдан 2 күн жүреміз. Бірінші ойындар жиналып отыр. Екеуі де қарама-қарсы алып тастаған. Мынау адам сияқты өмір сүрмейді вообще. Басқаша ұйықтайды, басқаша тамақ жейді. Обедте обед ішпейді. Күнгі 3:30-да колбаса жеп отырады өзімен өзі. Еще ана пойызда столды қолданбайды. Өзі жататын жері бәрі кухня. Сосын ең бірінші ауыр дегені осылай пойыз жүріп кетті, ортаға купенің ортасынан шықтық, 1-2 сағаттан кейін. Вообще сөйлеген жоқ. Маған қарап тұрмын, істейді, маған қарады да. Деді ғой, денем салқындап кетті. Еще алдында тісі жоқ қой. Едерге тісі шығып тұрады. Дөп дегендей. Қалай болады екен. 2 күн таңғы 4-5-те оянсам, ұзын колбаса алып шықтым, андайын. Ең арзан колбаса, бірақ андай жарған сияқты оралған. До конца бір қолда. Сарделке ғой? Иә, сарделке. Сөйтті, соны жейіп келді, ештеңе жемейді. Нанмен араластырмай. Прикинь, кіммен батып, уайымдап кеткен соң аман есен жетейін деп. Сосын бардық квартираға Астанаға. Екеуміз жатырық, сосын Асқар келді. Айыбыз ба? Жоқ. Ашкидегі бала, иә. Ол кезде қуанатын едім, аягөз. Аягөзсіз Асқар. Көзсіз Асқар. Сосын ұйықтап жатсам, здравствуйте дейді, андай пунктуальный адам ғой, но где спит ана пунктуальный. Бүйтіп қарасам, басқаша адам келіп тұр ғой, ережекті несі жаңағы. Сосын мынау кіріп кетті, ассалаумағалейкум, өйсіңдер, астаналық болғанмын я, смело деп, астаналық негізі. Сосын тамақ ішіп отырып қой, ең бірінші ужин, алғашқы командамен ужин. Негізі Асқар, я сам сделаю деді ғой. Макарон істеу керек обычный. Кейін сорпаның несін алып, что-то басынан бастап қате екен көрдім, сорпамен. Үлкен кастрөлге андай су көп болып кетіп, шикі болып, ержеп пісірді. Тамақ ішіп отыр алғашқы ужин бейді. Әлі ешкімнің көзіне үйелі қараған жоқпын ол уақытта. Дәуреннен бастадым да бүйтіп қараймын ғой. Ауыр тиді ғой, анау бар ғой маған. Оказывается, сыртқа келмейді, алдамшы екен ғой, бірақ жақсы балалар болып шықты. Сосын ең жыртқаны мен бұлар жиналды. Сен келдің. Иә, мен жиналды, үйлеріне бардым. Жыртты енді уже бір-бірімен достасып, бір-біріне уже жесткий әзілдер кетіп отыр, бір-біріне қатты. Сосын мен что-то сыртқа шықтым да, сосын магазинге бірге шықтым, сосын Наурызбаймен бірге шығып кетті. Сөйтіп Наурыз келісті да, айырды. Братан, балаларды көріп айырылып қалғансың ғой дейді. Бізді мен түсінбей тұр ғой. Балалар бизнеске көріп айырылып қалғансың балалар. Өзі сол қандын ойын. Өзі несімен келді, көлігі бар машинасы. Алғашқы редактурға кетіп жатыр. Астанада машинадан қиын ғой. Мен елестете алмай тұрмын, өзі сен айдай аласың ба? ÖTP болған жоқ қой. Өмірімде болған жоқ. Брат, өзіңден бар ғой. Жекке атырауы поворотта. Осылай қашты.